Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында жасалатын және де дүкендерге сатылымға шығарып табыс таба алатын және де тағамдардың барлық түріне жарайтын жайманың рецептімен бөлісейін деп тұрмын. Ал енді достар, мен көп созбай рецептке көшейін, ал сіздер менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын жайманың рецептімен бөлісетін боламын. Яғни сіздер бұл жайманы дүкендерге өткізіп сатылымға шығарсаңыздар да болады. Сатылымға шығару үшін бізде морозилкада 3 ай қалай бұзылмай сақтауға болатыны туралы құпиясымен бөлісетін боламын. Ең алдымен қазір біз жаймамыздың рецептін бастайық. Бізге осындай бөлме температурасындағы салқын суымыз қажет болады. Мына жерде 200 грамм салқын су. Сіздерге міндетті түрде астына рецептерді жазып қалдырып кететін боламын. Одан кейін 2 дана жұмыртқа, жұмыртқамызды саламыз, тұзымызды саламыз және де сұйық майымызды салатын боламыз. Тұз бізге 1 чайный ложкадай тұз қажет болады. Мінекей 1 чайный ложка тұз салдым. Енді осының үстіне 2 ас қасық сұйық май құятын боламыз. 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап осылайынан араластырып алатын боламыз. Енді достар, мен сіздерге бөлісе кетейін. Яғни сатылымға шығаратын болсаңыздар, морозильникте бұзылмай 3 ай сақтауға болатын осындай адам ағзасына ешқандай да зияны жоқ. Бұл яичный белок альбумин деп те аталады. Бұны сіздер кондитерский дүкендерден алдыра аласыздар. Сол жерде сатылады. Осыдан альбуминнен біз қазір қосып алатын боламыз 2 грамм ғана. Мінекей достар, бұл альбуминді біз осы қамырымызды морозилкада сақтайтын болсақ, қосамыз. 3 айға дейін осылай қосып сақтауға болады. Егер морозилкада сақтамайым десеңіздер, үй жағдайында бұл альбуминді қоспай-ақ жасап жіберсеңіздер болады. Егер қосатын болсаңыздар, осылай қосып дүкендерге сатылымға шығарсаңыздар да болады. 2 грамм альбумин қосатын боламыз. Енді барлығын жақсылап осылайынан араластырып алатын боламыз. Енді достар, дайын болған сұйықтығымыздың үстіне ұнымызды алып келіп салатын боламыз. Оны бізде кез келген ұндар үш немесе первый сорттар жарай береді. Енді достар, бұл жерде бір айта кететін жайт, сіздердің ұндарыңыздың тығыздығына қарай салсаңыздар болады. 600 грамм немесе 650 грамм жеткілікті. Егер сіздердің тығыздықтары ұндарыңыздың қатты сұйық болып жатса, одан көптеу салсаңыздар да болады. Мен қазір 620 грамм салатын боламын. Осылай дайын сұйықтығымыздың үстіне 620 грамм ұнымызды салып, жақсылап қолымыздың көмегімен мұжғылап тұрып қамырымызды илейтін боламыз. Енді қамырымызды ханымдар жақсылап осылайынан июі қанғанша кішкене илеп жіберетін боламыз. Қолымыздың көмегімен арасының барлығында ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап тұрып илейтін боламыз. Бізде бұл қамырымыздан 2 зола шығады. Жақсылап тұрып илейміз. Одан кейін барып салафанымызға салып, ешқандай ауа кірмейтіндей етіп, жарты сағатқа демалдыратын боламыз қамырымызды. Қатты емес, қатты жұмсақ
ұсақ емес, орташа көлеммен осындай қамыр дайын болды. Қамырымызды пакеттерімізге салып, осылайынан алдын жақсылап жауып, жарты сағатқа демалдыратын боламыз. Мінекей достар, біздің қамырымызда да жарты сағат өтті, жұмсақ демалды қамырымыз. Енді осыны ашып, тағы да бір рет осылай жақсылап елейміз қолымызбен, қайырып аламыз. Төсеміздағыны екіге бөліп, екі зола келтіріп, екеуін жақсылап елеп, тағы бір жарты сағатқа демалдыратын боламыз. Мінекей достар, мына екеуін салатамызға тағы да саламыз. Төсеміздағыны тағы да бір жарты сағатқа осылай демалдыратын боламыз. Мінекей достар, біздің қамырымызға жарты сағат өтті, енді жаюға әбден дайын. Ұнымызды себу арқылы қамырымызды үлкейтіп алатын боламыз. Достар, мен мына жерде екі қамырды біріктіріп жайып жатырмын. Тез жайылуы үшін. Біздің бұл қамырымыз қонағымыз келген кезде ұятқа қалдырмайды. Яғни еттің қамырына салсаңыздар, езілмей әдемі болып шығатын болады. Және де жайылуы да өте тез. Егер осылай екеуін бірге жаятын болсаңыздар, екеуінің де арасына ұндарыңызды сеуіп отырыңыздар, жабысып қалмас үшін. Мінекей достар, екі золаны қамырымызды да осылай үп-үлкен етіп, жұқа етіп жайып шықтық. Енді біреуін сіздерге қазір орап көрсететін боламын. Дүкендерге қалай орап, осылайынан апарып сатуға болатыны жайлы. Ал енді достар, дәл осы қамырды қалай орап дүкендерге сатылымға шығаруға болады. Қазір мен сіздерге осындай пищевая пленканың көмегімен көрсетемін. Үй жағдайында, егер дүкенге өткізетін болсаңыздар, міндетті түрде базарлардан барып, одноразовый салафандар аласыздар. Үлкен, 4x3 үлкен салафандар сатылады. Өте тиын тұрады. Соларды алсаңыздар болады. Қазір сіздерге қалай орау керегін көрсететін боламын. Осы пищевая пленкамыздың көмегімен. Мұны менің пищевая пленкамды сіздер үлкен пакетик деп ойлаңыздар. Мінекей осылайынан жайып қойдым. Енді осы жайылған қамырымызды бүтіннен осылай үстіне салатын боламыз. Мінекей достар, қамырымызды қойдық үстіне. Енді мұна бір шетіне тағы да пленка төсейтін боламыз. Себебі былай қайырғанда қамыр бір-біріне жабыспас үшін. Мінекей мынау бір бөлігіне осылайынан жабыстыратын боламын. Егер сіздер үлкен пленка сатып алатын болсаңыздар, оның өзі жеткілікті жан-жағына қайырылған. Осыны жартысына осылай қоямыз. Бисмиллах деп, осылайынан орайтын боламыз. Мінекей осылай бір жартысына орадық. Енді мынаны
былайынан бір жартысын орай беретін боламыз. Уже мына бір беті жабыспайды бізде. Пленкасын ораймыз. Енді мынау жан-жанын осылайынан орап шығатын боламыз бір-біріне. Мінекей. Дәл осылай ораймыз. Және де аузы жабылатын целлофандар міндетті түрде алып алыңыздар. Соның ішіне салып, осылайынан жайма ретінде, қолдың жаймасы ретінде дүкендерге сатылымға шығарсаңыздар болады. Егер осы екі жайманы шығаратын болсаңыздар, екеуінің бағасын 1,5 теңгеге бағалап сатсаңыздар болады. Дүкендерге өткізсеңіздер болады осылайынан. Ал екінші қамырын, достар, дәл осылай еттің қамырына кесіп, немесе үйде кез келген тағамдарға пайдалана берсеңіздер болады. Ал достар, менің рецептімді соңына дейін көргендеріңізге барлықтарыңызға рахмет. Егер де менің мынау беріп жатқан рецептім сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, егер түсінбеген жерлеріңіз болса, пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Келесі осындай керемет рецепттермен кездескенше мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.